Дендерде, Тайсойғанда 2017 жылы Дассорда, Мақатта шығармашылық кештері өтті. Ал 2000 жылғы Атыраудағы Махамбет Өтемісұлы атындағы облыстық драма театрында өткен шығармашылық кеші көрермендерге ерекше әсер қалдырды. Бірнеше рет аудан, облыс әкімдерінің, мәдениет бөлімдерінің алғыс хаттары мен құрмет грамоталарына ие болған. 1999 жылы оған Қызылқоға ауданының ғасыр сазгер ақыны атағы берілді. Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен 2011 жылы ерен еңбегі үшін 2001 жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 10 жыл, 2021 жылы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 30 жыл мерекелік медальдармен облыстық білім департаментінің құрмет грамотасымен марапатталған. 2015 жылы Қызылқоға ауданының құрметті азаматы атағы берілді. Есімі облыстық, республикалық үздік мұғалімдер Атырау облысы ардагерлерінің 100 есімі энциклопедиялық жинақтарына енген. Хиуаз Оспановаға талант Қызылқоға ауданына 70, 75, 80 жыл мерекелік төсбелгілерінің иегері. Отбасында жұбайы Талшын Ризуанова екеуі 2 ұл, 3 қыз тәрбиелеп өсірген. Олардан немере жиендер бар. Өнер сүйер ағайын, құрметті меймандар. Бармысыздар жаны жайсан, пейілі дархан қадірлі, ән сүйер көрермен. Теңдесіз дарынның арқасында Атырау өңірін әнге бөлеген, халықтың ыстық ықыласына бөленген, өнер өлкесінде өзіндік үні, өзіндік өрнегі бар көрнекті композитор. Қазақстан жазушылар, Қазақстан журналистер, Қазақстан авторлар қоғамының мүшесі, бүкіл одақтық, республикалық байқаулардың лауреаты, Қызылқоға ауданының ғасыр сазгер ақыны, Қызылқоға ауданының құрметті азаматы, ерен еңбегі үшін және Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің мерекелік медальдарының иегері, әнші Халидолла Зекенұлының жүректерді тербеген ән ғұмыратты ән кешіне қош келдіңіздер. Әйгілі мөлдірем әні халықтың сүйіктісіне айналған композитор Халидолла ағамыз бүгін біздің ортамызда. Ендеше бізден бір қошемет болсын ағайын. Қазақ өнер насихаттауда аямай атсалысып жүрген бір туар азаматты өз ортамызда көріп жүздесудің сәті туғаны бір бақыт болса, ағамыздың әндерінің кеңінен таралып халықтың жүрегіне мәңгілікке ұялағанның өзі мың бақыт емес пе? Есімі елімізге танымал ақын сазгер, әнші Халидолла Зекенұлы ағамыздың әр жылдарда Атырау қаласында, Миялыда, Сағыз, Дассор, Мақатта шығармашылық кештері өткен болатын. 2002 жылы 14 желтоқсанда Барт ақын Табылды Досымовтың ұйымдастыруымен Дендерде де шығармашылық кеші өткен еді. Бүгін міне Индер аудан әкімдігінің қолдауымен халықтың сұранысы бойынша Индер төрінде екінші рет ән кеші өткелі отыр. Ортамызға қош келдіңіз, қадірлі Халидоллаға. Бүгінгі құрметтің бәрі өзіңізге арналады. Болашақтың жарқында жан жадыратар өнер әлемін ән махаббатының шырағын маздатқан қаһармандар ғана мәңгі жасайды. Қазақ өнері туралы сөз болғанда, ән өнерінде де, сөз өнерінде де айрықша үлес қосқан, әндері адам жанын ерекше реализмге бөлейтін, ән тыңдаған адамның рухына сіңіп, тамыр жайған терең ой ерте ме кеш пе өз жемісін берері сөзсіз. Халидолла ағамыздың әндерінің ерекшелігі қазақтың қанына сіңіп, халықпен сабақтасып кеткендігінде. Бүгінгі ән кешінің ең басты мақсаты республика күні қарсаңында еліміздің әлеуметтік дамуына үлес қосқан қаламгерлеріміз бен өнер майталмандарын ұрпаққа үлгі ету болып есептеледі.
Ендеше Халидолла ағамыздың әндеріне арналған концертімізді бастауға рұқсат етіңіздер. Алғашқы сахна шымылдығын ашатын әнді Халидолла ағамыздың 1970 жылы Казмудың бірінші курсында оқып жүргенде шығарған екен. Сөзін тамаша лирик ақын Нарша Қашағанов жазған. Алыста жүріп сағынғандай орындайтын облыстық аудандық байқаулардың бірнеше дүркін лауреаты тамаша әнші Нұрболат Баяшевті қарсы алыңыздар. Нұрболат Баяшев. Келесі орындаулар ән тыңдайтын әндеріңіз Анашым. Әнін Халидолла ағамыздың ұстазы, аға досы, марқұм Сейсенбі Құлмағанбетов жазса, мәтінін 3-ші курста оқып жүргенде Халидолла ағамыздың өзі жазған. Орындайтын облыстық республикалық байқаулардың гран-при иегері Ғафура Жанбосынова сахна төрінде.
қошын етерміз. Бүгінгі ағамыздың құрметіне арналған керемет кешімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Ағамыздың тағы бір әдемі әні бар, әке тілегі. Орындайтын күні кеше Қызылқоға ауданының 80 жылдығына орай ұйымдастырылған Халидулла Зекенұлының шығармашылығына арналған облыстық байқаудың бірінші орын иегері Нағим Сатимовты қарсы алыңыздар. Халидулла Зекенұлының әні Арманай, орындайтын облыстық конкурстардың лауреаты Ләззат Тастаева. Қошеметтеріңіз болсын.
Халидулла Зекенұлының сөзіне жасылған Жакуля Нұрғалиевтің әні «Туған жер». Орындайтын облыстық республикалық байқаулардың лауреаты Зәура Жұмағалиева. Қошеметтеріңіз. Арман Шуаға.
Мерекелік кешімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Халидолла Зекеновке арнау орындайтын Қазақстан Республикасы мәдениет саласының үздігі асыл домбыра иегері Шалқарбай Ізбасаровты қарсы алыңыздар. Өлең жыр той-думанға өң береді, ақынға қошеметің дем береді. Ассалаумағалейкум ағайын жұрт, домбырамен шығардың төрге мені. Дендерліктер пейілі кең келеді, адамға да осы ғой ең керегі. Халидолла Ізекеннің кешін жасап, талантты құрметтеуді жөн көреді. Ал ендеше тамаша кеш болсыншы, халыққа да осы ғой ең керегі. Әйтпесе бұл заманда адам деген күндіз түні жұмыспен сенделеді. Бір мезгіл шығармашылық кешке келсең, жан дүниең жаңарып тербеледі. Кеш өткізу болсыншы бар бейнетің, салтанаты жарасқан дендер еді жүйріктей көсілгенде жылқыдағы көкейді кестеленген жұртынады. Дендер жұрты өр тұлғаны ардақтаса, көңілдің сейілмей ме бір тұманы. Индер мен Қызылқоға көрші аудан ғой, әуелден жарасқан ел ынтымағы. Қасиетті біздің аудан бір ғасырда Халидолла Ізекеновтей ұл туады. Қалекең тектілердің тұяғы ғой, кешегі болып өткен ұлтыраны. Композитор, журналист, ақын, ұстаз, сөйлесе сай-сүйегің сырқырады. Ол аздай серіліктің үлгіседі, махаббатты жырласа құлпырады. Дүр ақынның жырларын тыңдап өскен, балалар бесігінен бұлқынады. Дендер бор Қалекеңе ыстық бекен, қадірлеп құрметтейді жұртым әлі. Базарғали қойшығыл табылдылар, бұл жердің дарабарын бір туары. Қалекең солар менен бірге жүрген, ұмытылмас ол сәттер шіркін әлі. Рухани үндестік осы емес пе, бақытты ғой қос ауданның жұртыдағы. Ұлыларды киелі топырағы, Дендер бор тумағанда кім туады, Қызылқоға тумағанда кім туады, Ризамын қатар жатқан көрші ауданға, ризамын құшақ жайып қарсы алғанға. Халидолла Ізекенов ұстазым ғой, себеп бар домбырамды алсам қолға. Мен әлі ұстазымды мақтан қылам, кем емес жұлдыздардан ән салғанда. Бала күннен өсіп ем құлақ түріп, тәлімі тәрбиесі мол шалдарға. Талай менің түзеткен шимайымды өлеңнің өлкесіне жол салғанда. Халидолла болмаса кім біледі, қой бағып жүрер медім тай сойғанда. Қашанда көтеретін ер бағасын, сүйрейтін әйелдер ғой төрге басын. Жүрсін Ерман ән жазды сыңарым деп, әйел қарнап қопшылап жөн жобасын. Халидолла ән жазды мөлдірім деп,
қазақтың шарлап кетті кең даласын. Әйелдерін сыйлайтын еркек көп қой, бермейтін алтыннан да кем бағасын. Бірақ та әнге қосып жырлап жүрген, жүрсін менен Қалеке, сен ғанасың ай. Мен әлі ұстазымды заңғар көрем, бір қарасаң баладай аңғал көрем. Бұл күнде мағынасыз ән көбейді, басыңды ауыртатын зарлау менен. Тірі дауыста айтуға қиналады, эстрадада бақтары жанған менен. Сондайлар үлгі алса ғой өзіңізден, сазы мен сөздерінде мән берем. Ел үшін Қалидолла нағыз жұлдыз, өлең сөзге қарайтын талғам менен. Әрқашан жүріңізші күле шалқып, тамаша әндеріңнің үлес артып. Бүгінгі мағынасыз көп әндерден мөлдірім деген әнің мың есе артық ай. Жебемді нағылламын текке дәлдеп, айтайын тілегімді еппен әрлеп. Бақытты да баянды ғұмыр кешіп, тамсаныңыз өмірім көктем ау деп. 80-нің де ауылын аралаңыз, бұл да бір біз көрмеген бөктер ау деп. Қарттық менен балалық ұқсас дейді, көңіл таза ешкімге өкпе дау жоқ. 90-ға да жетіңіз тың жүріспен, көресіннің бұйрығы көктен ау деп. Қатарың сирегенде отырасыз, шынымен мына жалған өтпел ау деп. Жүзден де асып кетіп отырыңыз, жабайып та бұл жасқа жетпеді ау деп. 99 жасында байғұс жамбыл қыршынынан қиылып кеткен ау деп ай. Сөз бүгінгі кештің қонағы облыстық республикалық ақындар айтысының жүлдегері, Қызылқоға ауданының құрметті азаматы Ыбырай Алтынсарин, еңбек ардагері медальдарының иегері ақын ардагер ұстаз Жайғали Өтеуғалиевке беріледі. Ассалаумағалейкум, жиылған көп, дендерге ойдан құрдан түйілған көп, болады шаттануға, мақтануға, бүгінгі кеш қызығы бұйырған деп. Келнеген әсем жүрмен ән қаратты, ағылған жылы жеміз балдан тәтті, тілейміз сәттілікті Қалекеңнің шығармашылық кешіне салтанатты. Елде келіп тұрмыз табылдының Қалекең дейді ағыл жүр, ән ағыл жырым. Дара-дарын иесін дәріптеген рахмет аудан басшысы дарыным. Қалекең мақтан тұлға елге біткен, сан өнер ойға сыйған шеберлікпен. Қошеметке қошемет біздер жақтан, мерейлерің аса берсін дендерліктен. Бұл енді сіздермен сәлемдескенім, осыдан бір ай бұрын осы жерде қойшығылшылық шепті еске алуға арналған кештерде болғанбыз. Мынау енді көршілес, ауыл аралас, малы қоралас көршілерінің адамдары өнерімізде, тілегімізде, ниетімізде ортақ. Дағы да бір осы жерге келгеніме қуаныштымын. Мынау енді бүгін Қалекең ағамыздың үлкен шығармашылық кеші. Ағамызбенен мен таныс болғаныма келесі жыл қара жыл болады екен. Оған дейін Қалекең Алматыда оқыған, Махамбет ауданында қалада жұмыс жасаған, 85 жылдан бастап танимыз. Қалекең аға мен ізбасар әнер ретінде бір ауданда осы ағарту саласында еңбек еттік. Аздап енді өлең шығарғасын ақындықта да аға тұтып артынан еріп
біраз жетістікке жеткенімді осы Қалекеңнің арқасы деп білем. Тікелей сабақ білмесе де өзімнің ұстазым, тәлімгерім деп санаймын. Аға, шығармашылық кешіңіз құтты болсын. Енді ауданда өткен талай жиын кештерде Қалекеңе өлең арнаған, өзі де біледі. 3-4 өлең арнаған екен, былай дастархан басындағы өлеңдерден басқа. Соны енді мұнда уақыт қысқа ғой, тек бір ғана өлеңімді оқып берейін, соған риза боларсыздар. Дарадарын эпиграфетінде тегін бекен ақан сері дегенде шан сүреттің сөзін алдым. Және мынау кім деп қомсынбаңдар ағайын деген Қалидол ағаның өз сөзі бар. Қалекең айтады бір өлеңінде мынау кім деп қомсынбаңдар ағайын, көрдім мен де мықтылардың талайын деп. Аға, бүгін өзіңіз мықты адамсыз, кешіңіз құтты болсын. Қалеке бір еместің тегін жанның, қиялың ұшқыр сендік сезім жалын, қыранның өрлігіндей өрлігің бар, жыраның елеңдетті елдің бәрін, айналып сырлы сезім күйлағыңға, халқыңа жауһар жыр ән сыйладыңда, айнасы көңіліңнің жарқырады, көңілімнің айнасы жинағында. Дегендей биік парыз біз өтелік, келесің ауыр жүкті күл көтеріп, ауданда ақын әнші сазгер ұстаз, журналист кім десе ол Зекенов, гүлісің әрбір жиын әркештің де, жиналған жұрт тыңдап ән естіген, жайылды ән шатағың Атырауға, Динаже атындағы оркестрмен, әніңмен тербелақты ерке жайып, өнерің өсе берді өркен жайып, көтерді төбесіне туған өлкең, деп сені ауылдағы Серкебаев, шабыттың сәйгүлігін сәнді ойнатып, жұртыңа жыран сыйлау қандай бақыт, біз үшін өзің тірі Мұқағали, біз үшін өзің тірі Қалдаяқов. Өлеңмен өрнектедің өмір гүлін, әуенмен әлдиледің көңіл күйін, мұншақты жырлар енсе жинағыңа, оншақты ән таратты мөлдірімің, жалынан ақындықтың ұстадың бек, жөн саған жастарға жол нұсқап жүрмек, жұлдызды жырлар көшін жалғай берсін, жол тартқан оқырманға құштар жүрек. Сен ешкім қомсынбайды мынау кім деп, шіркін-ай жырдың бағы тұрау гүл деп, жемісі жеңістерге бастай берсін, ел үшін шыңнан қолды бұлғау міндет. Рахмет көпсақ, кешін құтты болсын. Рахмет аға. Кезекті ағамыздың тағы бар әндеріне берейік. Мекенім Миялы әнімен сахна төрінде Нұрболат Баяшты қарсы алыңыздар. Жайқалған жағасы, көсілген жазира даласы, мекендеп отырған ежелден, алаштың бір бөлек баласы. Тұлпарлар тұяғы, сұңқарлар тұяғы, жасай бер жайна аяулы менің мекенім Миялы.
орындауды алыстағы аруға әнін қабыл алыңыздар. Жалындаған күндерім тез өтерін білмедім, ақ жүректен ұсынған қайда қалды гүлдерім. Алыс кеттің шалғайға, қос қанатын талмай ма? Сен іздеген жүрекке бір хабарың болмай ма? Бұлбұл сайрап бақтарда, нұр төгілген шақтарда, бірімізді біріміз қуану шек тапқанға. Алыс кеттің шалғайға, қос қанатың талмай ма? Сен іздеген жүрекке бір хабарың болмай ма? Сен іздеген жүрекке бір хабарың болмай ма? Сенің әнді сырларың, менің мұңды жырларым, қоштасарда қиманым, маңдайыма сыймадым. Алыс кеттің шалғайға, сыймай кеттің маңдайға. Қос қанатың талмай ма? Бір хабарың болмай ма? Қос қанатың талмай ма? Бір хабарың болмай ма? Сен іздеген жүрекке Арулар баяшы. Өнер халықтың қазынасы, ұлттық құндылығы. Ғасырлар бойы халықпен бірге жасасып келе жатқан, баға жетпес байлығымызды көздің қарашығындай сақтап, бүгінге жеткізген аға буынның алдыңғы легінде тұрған өнер майталмандары арқылы шежірелі Қызылқоға өңірі мәдениетімен мерейленіп, өнерімен өрістеген өлке десек артық болмас. Қасиетті топырағы талай мәдениет майталмандары мен өнер жұлдыздарының алтын бесігіне айналған жерден айтыскерлер мен ақындар, сазгерлер мен әншілер, ойы көркем жазушылар мен суретшілер шыққаны ақиқат. Қазақ сөз қадірін өз қадірім, өнерін өмір көрнегі деп білген халық. Кеңдігінде, елдігінде, кемеңгерлігі мен көсемдігінде ән мен жырға сыйғызған жұрт. Оның тарихы да, тағдыры да, тәлімі мен тәрбиесі де, даналығы мен дала көңілі де сол рухани, мәдени қазынада жатыр. Міне сол сөздің түбін сүріп, әнін әуелеткен, сайланып тұрған жауды да, байланып тұрған дауды да бір ауыз сөзімен тоқтатып, түйінін тарқатқан небір асылдарымыз
қазақтың маңдайына біткен. Солардың бірі де бірегейі, ерекше дарын иесі, өнер майталманы, ақын, сазгер, әнші, бүгінгі кештің иесін сіздердің зор қошеметтеріңізбен шақырамыз. Қарсы алыңыздар, сахнада Халидолла Үзекенұлы, қошемет құрметтеріңіз болсын. Қадірлі ағайын, біріншіден мына зейнеткерлікке шығып 9 жыл болды. Өзі үйде жата бергеннен кейін неше түрлі ауруларың онан сайын баса береді дейміз. 2 жылдан бері осы үйде жатып, ойда жоқ жерден мынау дарын ініміз жеміс арқылы осы сахнаға шақырды. Мыңда бір рахмет айтамын. Мен дарынмен ағайындығым жоқ, туыстығым жоқ, 100 таныспыз. Бірақ дарынның осы ауданның экономикалық, әлеуметтік және мәдени дамуына үлкен жұмыстар атқарып жатқан біз біліп отырмыз үйде отырсақ та. Мына телефон арқылы. Екіншіден, сол жаңағы салауыр сияқты үйде жатқан адам, жер үшін ертең сол бір ай болады шапса жүрген. Қолданның 80 жылдығы. Бізде өтті. Ақындар айтысы болды, әншілердің қырасы болды. Содан кейін өзім мынау осы дайындыққа кірісіп кеттік. Бұл тек сағат жарым 2 сағат осы жерде өткенмен оның жаңағы дайындық жұмысы дейтін енді шаш етектен ғой сіздер. Мына мәдениет жұмысының, мәдениет саласының жұмысы тек қана сахнада көрдеді, не ана шағада көрдеді, қалған дайындығы дейтін маңдайдың терін сапары беріп жұмыс жасау болады. Енді мынау сахнаға шыққаннан кейін бірінші мен жырларымды оқиын. Дендер деген сырлы әлем. Өтті кетті, небір заман қайғылы. Осы келгеннен кейін сіздерге енді ассалаумағалейкум дендер, ассалаумағалейкум дендер қалды деп жазылған өлең ғой. Өтті кетті, небір заман қайғылы, қатастарды жастануда байлығы. Ғұламалар мойындаған өлке бұл күллі әлемге боратымен әйгілі. Шетелдерде оқып ұрпағы ғылым білім шыңын еркін шырқады. Өшпейтұғын біз қалдырған өлке бұл шәлгейізбен қаз туғандар тұлпары. Думандел қой тарбаған базары, талаптылы аспанға қол созады. Малай сары Махамбет Мұрат табылды, Қойшолдың асқақтап тұр мазары. Швеция байлығы менендігі, жерінің де елге мәлім кеңдігі, тарихқа алтын әріптермен жазылды. Нысанбаев Боран батыр ерлігі, әр күн өткен той думанмен құрмамен, дендер деген қатпар сырлы әлем. Бұл заманда алталашқа әйгілі, бір ғана табыл досыптай тұлғамен. Бірлік ерлік көрсеттіңдер тасқында, мен де саған туысқанмын жатсында. Қарыштай бер қас тұлпардай тек алға, жер үстінде нұрлы аспан астында. Қайран табылды бір туар талант. 22-23 жасында сәйгүлік, мен қазақпын, мен саған ғашық емеспін, тағы ондаған әндер жазып,
бүкіл қазаққа танылды. Мен үйде жатып 89-90 жылдар теледидардан көрдім, тамашадан. 90 жылы Атырауға Казгөз бітіріп келіп, телевидениеға жұмыс құрыласы, сонда таныстым. Ай, табылдысыз ба сен? Табылдым. Мен танисыз ба? Қалидолла ағаң. Ойбай ағай, сізді білем ғой. Облыстық газет өлеңдеріңіз шығып жүр ғой. Содан 91-ші жылы Дина Нұрпейісов атындағы оркестрдің әрі солист, әрі директор распорядитель болды. Екеуміз 3 ай жұмыс жазылмай бірге жүрдік. Мен анау әндерді тыңдағанда құлап қалдым. Мен ойнадым, сен дейді сұмдық қой, мынау сұмдық қой. Анау Асан Қайғы менен жаңағы Сәйгүлік Айсырақтар. Өмірзая жылап отырып тыңдадым. Содан інім дос болып кетті, іні дос болды. Ерге келіп жұмыс жасағанда маған кейде күнін сайын, кейде жұма сайын, кейде 3 күнде бір телефон соқты. Қайрат жаңа келе жатқанда мен әуелден үйден шығарда бірінші миссиям табылдың басына соғып дұға ету еді. Жеміс айдалайды рахмет, алып барып басына дұға етіп, ол міндетті де құрылды. Жатқан жері жайлы болсын, иман саламат болсын. Қарлығаш айналайын, анау 3 қызың менен, абыл менен, немерелерің менен аман бол. Солардың қызығын көр. Енді табылға мен тірі кезінде де әні жырардаған қайтыс болғанда дардаған осы 17 күні келіп, мына сүйеудің халықтың үйінде жатып, 18 күні сол жердегенбіз. Енді мынау 19 жыл ма? 19 жылы. Осы мына ескерткіш ашылды. Мыңда бір рахмет сіздерге. Анау бейітті қоршап жатырсыздар. Мынау көп елге, көп жерге үлгі болатын шаруалар. Ескерткіш жанындағы ой табылды досымдың рухына. Ұлыларды мойындатқан жасаңда, көп шуылдап жүрді сенің тасаңда. Ерте кеттің, сенің орның көремес, сенің орның төр еді ой қашанда. Қуатымен жойқын ағыстың, абай айтқан мыңмен жалғыз алыстың. Ән жырыңа ғашық болған алғаусыз мың жігітпен 100 қызбенен таныстың. Ай мүйізді дендер таудың маңғазы, жүрегіңді тербейтін ән сазы. Алматыда 80-ші жылдары болған едің Жұматайдың сарбазы. Ақиқатты жарып айттың алқада, төредейгі отыру үшін ортада. Жаның азық алу үшін ұзадан қорабайды іздеп бардың арқаға. Абылайұлы таналардың жиені өнер сырын терең ұқтың киелі. Талантыңа Әбішпенен Фариза сүйінген соң пікір айтты сөйлі. Қыран едің қалықтаған ағиық, жыран едің тыңдайтын жұрт жаныйып. Монғолия Қытайда қазақтар талантыңды қастердейді басиып. Биікпенен аласаны саралап, қазақ елін жүруші едің аралап. Туған елдің мүсінің сондапты, бір туатын дарыныңды бағалап. Көкірегіңнен мұңдай туды күрсінсең, барлық жерде әніңді айтып жүрсің сен. Сүлік қара гитараңды қолықтап, мәң бөлмейтін тұлға болып тұрсың сен. Мына енді 8 қыры бір сілдіп мақтап жасыздар, рахмет. Өзі талант дарын біткенмен оның өмірде жолы кішкене бұралаңдау болады. Содан туған болу керек, өмірге қайта келдім дейтін бір өлең оқып берейін, соған сайын. Жұбан Молдағалиевтің ізімен. Мен Қалидолла мың өліп мың тірілген, жырламауға әддім жоқ мың тілімен, сүрінсем де жүзірет қайта тұрып, келешекке келем ұмтылумен. Жақсылық пен жамандық жағаласып, қалдым тобыр ішінде қара басып.
арқам ұстап кетеді кей кездерде қиялымды қияға ала қашып. Атана дос жасымнан мақтан етті, ағайындар шырпы боп жақтап өтті. Басшы боп сенген кейбір ағаларым менің нәзік жанымды таптап өтті. Ақиқаттың алдына жүгінемін, әділдіктің алдында бүгілемін. Құрдымға кетіп бара жатқанымда құтқарып қалды дос пен інілерім. Арқалыда, ұл едім баталыда, бір басына жететін шатағыда, әнім жырым еліме ұнаған соң жампоздардың қосылдым қатарына. Арман тұрды алдымда, жасымнан көп, құштарлығым өмірге басылған жоқ. Айтар болсам алайда ақиқатты мүмкіндігім толықтай ашылған жоқ. Асып тасып содан соң басыланы шырқағым-ақ келеді ғасыр әнін. Алла берген бойда қазынамды түгел беріп кетсем деп асығамын. Еңбектеніп ізденіп жетілемін, серт берейін, тастай боп бекіремін. Денсаулықпен аздаған өмір бер деп құдіретті Құдайдан өтінемін. Мен Халидолла, мың өліп мың тірілген, жырламауға әддім жоқ мың тілімен. Ақауы бар жүрегім тоқтамашы, айырмашы жасаған дүр түрімнен. Кең даламын апай төс, байтақ елмін, кете жаздап өмірге қайта келдім. Мен мыңдап тірілдім, мәңгі өлмеске, айта бергім келеді, айта бергім. Қаным жаңбыр тамшысы, соңғы өлең. Түспейді ылғи өмірде асығымның алшысы. Жонарқамды тіледі, ар-намыстың қамшысы. 18 мың ғаламда ырзамын бар адамға, сүйегім ақ қайыңнан, қаным жаңбыр тамшысы. Туыспенен туғанға елжірейді жүрегім, абай айтсам, сүйемін адамзаттың қауымын. Туыспенен туғанға елжірейді бауырым, абай айтсам, сүйемін адамзаттың қауымын. Киіз үйде туып ем содан бекен әйтеуір, мінезіме ұқсатам жаңбырлы жаз дауылын. Шындықты айтып шырылдап қара қылды тілемін, күркіреген күнге ұқсап қатты күлемін. Тоңғандарды құшаққа жылтқым кеп тұрады, күнде ыстық өйткені жұдырықтай жүрегім. Құрық тимес асауды қиқыл салып қуыстым, көңіл күрін бұлақтың суыменен жуыстым. Аспан мен жер тау дала тіл қатады сырайтып, өйткені мен ғажайып табиғатпен туыспын. Сенің алтын басыңды қара бақыр тиынға, саудалауы сыртыңнан сатқындардың қиын ба, мінездерін адамның, құпиясын қаламның, ұғынсам деп күн-түні тыныштық жоқ миымда. Босқа өткен күндерім, ренжіме таңдарым, әкселеуші артымды, тиянақтау арманым, аз берген жоқ ұғамын, арылайын жүгімден, сүрінбейін алдын алдына, барған кезде Алланың. Түспейді ылғи өмірде асығымның алшысы, жонарқамды тіледі, парыз қарыз қамшысы. 18 мың ғаламда ырзамын бар адамға, сүйегім ақ қайыңнан, қаным жаңбыр тамшысы. Бәрекелді, ағамызға деген қошаметтеріңіз таусылмасын. Бүгінгі керемет кешімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Халидолла Зекенұлының әні «Аға інілер аман бол» орындайтын республикалық халықаралық конкурстардың гран-при иегері Мұратбек Жұмашевты қарсы алыңыздар.
ой сырларың ақ жүректен ақтарға пәк сезімді жүрегім арнайтұғын тілегім өздеріңсің тірегім інілерім аман бойымызды бекем қып өмір жүгін көтердік жұптарымыз жазылмай ағалы боп өтелік пәк сезімді жүрегім арнайтұғын тілегім өздеріңсің тірегім аман бол шыңға біткен жанарым сарқылмайтын болағым таусылмайтын жырым ағаларым аман бол таусылмайтын жырым Бүгінгі кешімізді әрмен қарай жалғастырамыз. Курстас достарға. Әнмен сахнада бүгінгі кешіміздің иесі ағамыз Қалидолла Ізекенұлын шақырамыз. Қошеметтеріңіз болсын. Алатаудың баурайында гүл басқан өтті біздің ғасыр дәурен жарбастан көз